Біз мұнда не үшін келдік? Тезірек кері қайтсақ қайтет. Біз белгіленген жерге келдік. Түсінікті ме? Түсінікті. Бұл өзге ғаламшарлықтар. Біздің тарихымызда олардың алатын орны ерекше. Мынау Зака, мынау Зук, ал мынау Зик. Біз мұнда не істейміз? Я, не істейміз? Назар аударыңдар, бізге орталықтан хабарлама кеп түсті. Назар аударыңдар, сендер күн системасының шекарасынан өттіңдер. Көне аңыз бойынша біздің бабаларымыз осы ғаламшардың біріне арнайы сигнал шығаратын энергияның әмбебап көзін жасырған екен. Сигналдың қайдан шыққанын анықтап, энергия көзін біздің ғаламшарға қайтару сендердің міндеттерің. Сонда ғана ғаламшарымызға төнген қауіп сейіледі. Ал қанекей, жолдарың болсын. Кеттік! Ал, жарайды онда. Батырдың хикаясы. Міне, мен де келдім. Сәлеметсіңдер ме? Менің атым Вася. Ал қазір мен сендерге өте бір қызықты хикая айтып берейін. Шыны керек, бұл хикая айтса адам сенгісіз. Бұған сендер де әрең сенесіңдер. Бірақ біліп қойыңдар, менің айтқанымның бір өтірігі жоқ. Мына қалпағыммен ант етейін. Мынау біздің қамшатымыз. Орманда бұдан өткен адал қамшат жоқ. Сіздерден өтем, маған сәл уақыт бөліңіздерші, мен жас жұбайларға арнап ән шырқағым кеп тұр. Бұлар не? Әлім баяқ қоған бұрса бәндір, қайда? Бармай мен! Әнім мұнамай қалды ма? Сендер өнерді түсінбейсіңдер. Бір күні өнеріммен әлемге әйгілі боламын. Көресіңдер! Қайда кеттіңдер? Тоқтай тұрдар. Гитарамды қалдырып кеттіңдер. Мынау мысық, есімі Макс. Оның бар арманы атақты болу. Жасыратын жоқ, қазір жол болмай жүр. Бірақ кейін не болатынын кім білсін. Ұзын сөздің қысқасы бәрі осыдан басталды. Ұшып барам. Құтқарыңдар. Ұшып барам ба? Алақай, қалықтап барам. Шынымен бе, апа!
Апа. Жолбарыс қауіпті жыртқыш. Әсіресе құндыздар үшін қауіпті. Ұйқы келді. Бұл не өзі? Сонымен зебра ма? Жоқ, білме. Қайдам, жолбарыс? Жолбарыс. Сәлем. Жолбарыс. Зебра болғанда жақсы болар еді. Сен кімсің? Мен мысықпын, менің атым Макс. Ол жолбарыс қайда сонда? Білмеймін, үйіңе қона салайыншы. Мен ана кілемшенің үстіне жата саламын, қаласаң, ән салып беремін. Неткен кереметтен мен кеше келдім, түнде жүруге ернем, таң атқанша осында болдым. Тү, әніңе болайын. Содан кейін уақыт келді, сосын жолға шықтым. Жарайды, мейлі, ұмытайық бәрін. Бірақ уақыт келді, сосын жолға шықтым. Жарайды, мейлі, неткен керемет күн. Бірақ уақыт келді, сосын жолға шықтым. Жарайды, мейлі. Filmi? Жоқ. Ала құлан ба? Құндыз ба? Дәл өзі, құндыз. Ақылды екен. Неткен ақылды. Осылайша мысық құндыздың үйінде тұрып жатты. Дәл сол уақытта күн жүйесінің бір түкпірінде адам сенгісіз оқиға болып жатты. Күн жүйесінің тең жартысын шарладық. Ешқандай белгі болған жоқ. Я, әлі белгі жоқ. Қанекей, келген жағымызға қайтайық. Үмітіңіз бе? Борттың компьютерін қосамын. Сигнал таба алмадық. Энергия көзі үлкен жұлдыздан санағанда үшінші ғаламшарда болуы әбден мүмкін. Оны көгілдір ғаламшар деп атайды. Кеттік! Бар жылдамдықпен алға! Сигнал табылмады. Энергия көзі үлкен жұлдыздан санағанда үшінші ғаламшарда болуы әбден мүмкін. Оны көгілдір ғаламшар деп атайды.
1, 2, 3, 4, ой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ой. Ha. Ya, жалғыз бұған шамам келмес. Тұр! Ей, тұр дейм! Балықшылар өзенде немесе теңізде балық аулап жүріп, қазынаның картасы алған құты тауып алады екен. Макс! Қазына қайда? Жоқ, мұнда емес, қазына қайда? Менің қазынам қайда? Менікі, қазына менікі, қазына менікі, қазына қайда? Қазына, менікі. Қайда? Макс, мұна ағашты құлатуға көмектеші. Мен бұның орнына ағаш кескішті қоюым керек. Я, қазір ана құтын ұстап алайын. Ішінде қазына жатқан жердің картасы бар. Апырай, атым шығып дүркіреп тұратын болдым ау. Қазір. Қазына. Ал сонда қазына қайда? Ағаштың астында емес бе екен? Иә, солай. Қазына. Макс, саған көмектесейін бе? Жоқ, өзім-ақ қазамын. Қажетті жоқ, қазынаны бөліскім келмейді. Өзім-ақ. Әлде? Жоқ. Жарайды онда өзің біл. Кеттім, тынығып алайын. Мен кеше келдім. Қазына. Ей! Ойпырай, қазына. Ой, пырмайып, қазына. Қыз, бұл не нәрсе? Белгі келіп тұр. Біз оны таптық. Бізді марапаттай ма? Әрине, маған төс белгі керек. Соңымыздан қуып келе жатыр. Бұл шиқылдақтар ғой. Солға қарай, солға. Оңға.
бөгет жасамаңдар, өзім ақ басқарамын. Мұнда емес. О, балық. Құйрықты жұлдыз. Не болып қалды, масақ? Сақтай көр қасиетті құндызаны. Ой, апатай. Ай. Көрдің бе? Түсініксіз тілде сөйлеп жатыр. Құнзау бұларың кім? Не қарашы. Абаригато, пада пасато муруна пилькоки. Бер қараш, Бек. Сен мұның сигнал екеніне көз жеткіздің бе? Көз жеткізгенде қандай бауырым? Уфолк болғанға не жетсін деп ойлаушы едім. Ұшатын тарелкаларды іздейміз. Келімсектерді ұстап аламыз, атақты боп, мол ақшаға кенелеміз деп ойлағанмын. Іздегенімізге бақадай 3 жыл болды. Әншейін құр қол сандалып жүрміз. Көп замай табылар. Бағыттауыш секіріп жатыр ғой. Қазір сигнал жоқ, бәлкім түсіңде көрген шығарсың, а? Қайдағы түс? Өзің көрдің ғой. Жүрегім сезет. Олар осы маңда жүр. Иә, әне көрдің бе? Е? Оңға, оңға. Тіке жүр. Солға, солға. Жоқ, оңға. Жоқ, солға қарай. Оңға. Тіке жүр. Енді не істейміз? Сен алдынан итер ал, мен рульге отырып көлікті артқа жүргізейін. Неге мен итеруім керек? Қалай айтсам екен, сенің өгізді жеңетін күшің бар емес пе? Сен немі? Ауырдың астымен жеңілдің үстімен жүресің. Қанеке, отал, тағы да итер. Қане? Тоқта!
Олар не деп шүлдірлеп жатыр өзі? Кім білсін оны? Попу дей ме? Оларға осы маңды көрсетпей қойсақ қайтеді. Сонымен біздің үй осы. Біз осында тұрамыз. Ал мынау біздің су диірменіміз. Өзен ағысы диірменді айналдырады, ал диірмен ұн тартады. Түсінікті ме? Тоқтаңдар. Ай. Мұнда ағаш кескішті қойып, бөрінелерді кесемін. Қойш соны, кім бөріне кескелі жатыр, а? Попу. Сендер маған ағаш кесуді үйретіңдер, я, сөйтіңдер, бөріне кесуінің талайына үйретесіңдер әлі. Сендер тумай тұрғанда мен бөріне кесетім. Құндыз, оларға бұл қызық емес. Түсіндіріп бекер әуре болма, олар өзге ғаламшардан келді. Ал сен қай-қайдағы бөрене туралы айтып тұрсың. Оларға жер шары туралы айтуымыз керек. Біздікі жаһангездер мен жүректілердің өркениеті. Ежелгі Грекия тұсында біз ұшақтың қанат ойлап тауып, күннің көзіне дейін ұшып бардық. Монголия секілді өнертапқыштар тұңғыш рет әуе шармен аспан әлемін бағындырды. Атмосфераны бағындырғандар дүниедегі ең алғашқы ұшақты құрастырып шығарды. Ғарышты бағындырғандар. Сен, Макс, бәрін керісінше айтып тұрсың. О, баста бұлай болған екен. Шындығында біздегі құрылысшылардың өркениетті. Ежелгі Египеттегі керемет пирамидаларды құрылысшылар салған екен. Біздің өркениетіміздегі құрылыстың зоры саналатын ұлы Қытай қорғанын салды. Құрылысшылар жаңа технология ойлап тапты. Олар қорғанысы мықты ұлы бекіністерді салды. Сосын әлемдегі ең дұрыс жүретін сағаты бар мұнараны салды. Қаңғыр тұңғыр. Америкада құрылысшылар көптеп таласқан заңғар ғимараттар салып, еркіндік мүсінін тұрғызды. Парижде олар Эйфел мұнарасын көтерді. Көптеген үйлер мен қалаларда тұрғызды. Апырай, қатырдың ау. Міне осылай. Ал сен әуе шары деп қоймай қойдың. Кел, қол алсайықшы. Не дейді? Абаригато, пада пасато муру на пилькоки. Мәссаған.
Мен айтат. Мен сендердің тілдерінде сөйлейді. Жер шарының тұрғындары. Галактикатынан біз сендерге сәлем береді. Ендеше қош келдіңдер. Сендердің құрметтеріңе мен бір ән арнайын. Жоқ, Макс, қажет жоқ. Ән айтпай қойша. Құндыз, сен араласпашы. Сендер бізге көмектесулерің керек. Көмектесеміз. Қазір... Неткен керемет күн, мен кеше келгем, түнде жүруге ернем, таң атқанша осында болам. Бірақ кететін уақыт болды, мен жолға шықтым. Мейлі, жақсы сонда. Ең керемет күн, мен кеше келгем, түнде жүруге ернем, таң атқанша осында болам. Бірақ кететін уақыт болды, мен жолға шықтым. Рахмет, әнің жақсы екен. Бірақ бізге әуелі кемені жөндеу керек. Сендер көмектесет біздерге? О жағын көре жатармыз. Қазір сымдары көп екен. Сымы жоқ қой. 17-лік келді. Жоқ, 12-лік балта жақсы. Артық тетіктер тым көп екен. Шытар екен, құндыздарға арналмағаны көрініп тұр. Қызық. Бұл өзі қалай шот нәрсе, а? Ой, шық қоқысқа толып кетіпті. Я. Немене, жөндеп болдым. Сен түс көргенсің, ау шамасы, мұнда өзге ғаламшарлықтар қайдан болсын. Үйге қайтайықша. Сигналдың қалай құбылып тұрғанын көрдің бе? Шынымен де. Енді біз оларға көрсетеміз бәрі. Сталдың ба, қызыл ерге жейлі. Сені қолға түсірдім. Қазір сен бұзық болғаның үшін жауап бересің. Ішім пісіп кетті ғой. Ала жаздай, мен мұнда не бітірем? Мен аңшы болып ойнайынмын. Аңшының бірінші ережесі табиғаттың бір бөлшегіне айналу. Сосын ол жақа көрінбей жасырыну керек. Аңшының екінші ережесі қырақ әрі айлакер болу. Сезіп тұрмын, мына жерден аңның соқпағы өтеді. Аңшының үшінші ережесі шыдамды болу. Алдымен тұзақ құрып, сосын тығылатын қос тығып алып, күтіп жату керек. Көп ұзамай жыртқыштар да кеп қалар. Ей! Аңшының басты ережесі ол жадан ешқашан айырылып қалмау. Ешқашан!
ол жақсы емес. Энергия көзі. Сендердің ғаламшарларға осылай қызық қонудың себебі осы. Энергия көзі қайда? Сендер білет? Ол бізге өте қажет. Онсыз біз үйге қайта алмаймыз. Бәләй, міне керемет. Мұнау не нәрсе өзі? Қанекей? Ой, Қалқып барам, тағы да ұшып барам ба? Мен де. Енді қай бағытқа? Білмем, сигнал жоғалып кетті. Қараш, сигнал тағы да пайда болды. Біз соны маңайлап жүрміз. Айда кеттік. Сен кімсің, а? мен Васямын. Жазғы демалыста тамақ қыдырып келгенмін. Кешіріңдер, түймені мен бастым. Басым нең бар еді? Не үшін бастың? Әдейі басқан жоқпын, мен... Ай, сен дым ойланбайсың. Енді қалай түсеміз? Кетікті ұстап алып, екінші түймені басу керек. Оны қалай ұстаймыз? Бір-бірімізді итеруіміз керек. Мен ұшып барамда тетікті қағып алып түймесін басам. Жарайды. Қанекей бір-бірімізді итерейік. Қара. Ұшатын тәрелке. Әне, өзге ғаламшарлықтар орманды кезіп жүр. Енді шынымен де әлемге әйгілі боламыз. Екеумізде шірген бай боламыз, бауырым. Иә. Ары қарай не істейміз? Таптам. Екеуміздің... Әуе шарымыз бар емес пе? Дәп түстің. Әуе шарыма? Оны қайдан алдыңдар? Сөйтсе, мысық құндыздың үйіне орналасып алғаннан соң, ерекше бір оқиға болған көрінеді. Әуе шарма. Иә, солай. Иә. Қане? Екеуміз сыймаймыз. Тоқтай тұр. Сен бұл затты абайла. Алдымен тексеріп алғаның жөн. Жарай ма? Макс, тоқта! Сен қайда ұшып кеттің? Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Шыдай тұр, қазір сені құтқарам! Ай!
Енді қайттым. Жоқ. Мен бар болған атымды шығарғым келді. Елдің бәрі атақты болғысы келеді, бірақ соны ешкім мойындамайды. Я, солай. Макс, сен босқа еңсең түсірме, екеміз бірігіп жөндерміз. Жөндейміз бе? Рас па? Мына тісіммен ант етем. Міне, осылай. Я, солай. Ендеше кеттік. Неменеге тұрмыз өзі, а? Шатын тарелкаларыңды шармен көтереміз де төмен тастап жібереміз. Ал сендер биіктен шаласыңдар ма? Я, итеріп оталдырамыз. Абаригато попотмен. Пам-пам. Жоқ, өйтуге болмайды. Бізге энергия көз керек. Неде болса тәуекел. Тарелкаға мініңдер. Бәрің мініңдер. Құрыған жеріміз осы. Шын шығарыңдар. Қараңдар. Төбемнен жай түскенін қараш. Мен оларды білем. Уфологтар ғой. Өзге ғаламшарлықтарды аулайды. Олар кішкентай өзге ғаламшарлықтарды ұрлап кетті. Соңдарына тей. Әне олар! Мықтап ұстаңдар. Қазір олардың шаңын қағамыз. Бауырым, біз енді миллионерміз бе? Миллиардерміз, бауырым. Мега жұлдыз бен супер батыр. Ха-ха, айтқанымның айдай келгенін көрмейсің бе, а? Амансың ба? Білмейм. Байқаған шығарсың. Анау қайда кетті? Қолға түстіңдер ме бәлем? Қолдарыңды көтеріңдер. Беріліңдер. Берілеміз. Солай ғой Виге. Солай, я берілеміз. Енді қайттық. Менен неге сұрай бересің? Осы бәлеге ұрындырған сен емес педің? Қолды бардан айырылып қалғанымызда ай.
Енді тамаша болды. Дайын. Ал бастай онда. Аса құрметті ғарыштық қонақтар, омартама қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Апа! Ай! Апа! Босқа ақтер көктер болма. Бәріне сен кінәлісің. Жоқ, кінәлі өзің. Шұңқырды қалай байқамай қалдың. Егер мен болмасам екеумізден де түк шықпайтын еді. Қазір кім біз сонда? Ең болмаса әлгі жат планеталықты суретке сүрме. Оған мұрша болған жоқ қой. Өйткені сенің ақылың таяз. Я, өйткені мен... Не? Сен өзің солдайсың. Сен ананы көріп тұрсың ба? Сонымен қайсымыздың ақылымыз таяз? Иә, мұндай үлкен нәрсе біздің көлікке сыймайды. Қорқып тұрмын, бауырым. Әлгілер үшін олар біздің кек алуға келсе қайтеміз. Дөптістің. Құрыдық онда. Бізді қоя берді, бауырым. Жер шарына қош келдіңіздер. Мұна біз 18 мың ғаламдағы ең керемет өркениеттің өкіліміз. Иә. Тым артық кеткен жоқсың ба, бауырым? Иә. Яғни, менің айтайын дедім, бірақ айтпадым ғой. Біз сіздерден кейінгі төменде өркениеттің өкіліміз. Иә, сіздермен байланысқа түскенімізге қуаныштымыз. Қайда кеттің, Бек? Қош бол, бауырым. Менің кегімді ал. Қолымнан келмейді, бауырым. Мен де соңынан кетіп барам.
Ақыры атағымнан атырқып даңқым аспандайтын болды-ау. Көмектесіңдер! 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 Құтқарыңдар! Көмектесіңдер! Құтқарыңдар, ұшып барам! Ол шиқылдақтар. Олар барлық ғаламшардың тұрғындарын ұстап алып, үлкен ғаламшардағы ғарыштық зообаққа апарып қамайды. Олар бізді қуып жіберді. Өзім басқарам. Мен бар күшіммен тарелканы басқарды. Бірақ олар бізді қуып жетті. Мен кемені жерге қондырды. Ал енді шиқылдақтар осында келеді. Иә, мысықты құтқармасақ болмас. Шытырман деген осы. Күнә бізден ақ болды. Шиқылдақтар осында келіп сендерді өкпелетті. Біз сендермен бірге барамыз. Ендігі тағдырымыз не болмақ, бауырым? Білмем. Бізге тәжірибе жасайтын сияқты. Тәжірибе деймсің? Бізді шығарыңдар! Біз хайуан емеспіз, біз ақылды мақұлықпыз! Мен ақылдымын ғой, ал сенің ақылды екеніңе күмәнім бар. Айран омартамай, бал, араларым менің. Көзден бұлбұл ұшты ғой, оларды енді кім бағады? Бір қарашай, оғымылы басқа тұрма, менің ойымды бөлі бергенше басқа бірдегемен айналыс. Мұнда айналысатын не бар? Оның рас. Ендеше, қанекай ойнайық. Мұнда немен ойнайсың? Тас, қайшы қағаз шерт баламыз, е? Не деп тұрсың? Сен өзі қалай түсінбейсің? Пәлеге ұшырағанымызды ұмыттың ба? Біздің түбімізге жетті. Сен соны ұғамысың? Иә, ұқтым. Ол жағын жақсы білем. Өлетін болсақ та, бір ойнап алуымыз керек қой. Менде бір жоспар бар. Ал қанекей бәрі, 2, 3. Жеңілдің. Әкел маңдайды. Таттыраға қара. Бір, 2, 3. Ай, умай, тағы да жеңілдің ғой. Не бақ қалды? Біз зәнжейін ойнап жатырмыз ғой. Бұл тас қайшы қағаз деген ойының бір түрі. Ойын шарты бұлай, үш ұрығымызды түйіп, тас ба қағаз ба қайшы ма әйтеуір біреуін лақтырамыз. Түсінді ме? Қайшы қағазды қияды. Тас қайшыны сындырады. Қағаз тастың үстін шабады. Ойнасақ қайтеді? Бір, 2, 3. Міне, сенде қайшы ал менде тас. Мен жеңдім. Қарауыңды қолыма тапсар. Түге етпейді. Қазір жеңесіңдер. Ал енді тұтқын ойынын ойнайық. Егер жеңілсем бәрін қайтарамын. Ал егер жеңсем сендер бізді босатасыңдар, келдік пе? Не болды? Ой.
қорқпа, мен сені құтқарам. Ой. Мен қай жердемін? Қай жаққа қарай еңбектейін? Оңға ма? Сол жаққа ма? Жоқ, ендеше тіке жүре берейін. Қане. Ал енді тағы да желдеткіш бұрылайын, анда жақ оңға қарай. Адастыратын жол екен. Осылай жасаймын екен, мәссаған, бұл не нәрсе? Тіпті терең екен. Ең бастысы құлап кетпеуім керек. Құндыз! Қайдасың, Құндыз? Үйде ешкім жоқ. Анда... ана жерде... Бұлар қайда жүр, ә? Мені құтқаруға кеткеннен сау ма? Мүмкін емес. Қалайша? Оларды ұстап алды. Енді қайттым. Не істесем екен, а? Не істеген ес? Құтқару керек. Зәбіңдер, мен оларды құтқаруға келдім. Иә. Иә, шаттан тәрелке. Ал, мұна қалай басқарады екен? Ой. Қазына, дәл өзі. Қане. Ой, шпарам бұл не біле? Ой, аунатысты. Ой, мұны қалай тұрсамса, бұлай. Иә, осылай. Мінекей. Бұлай. Иә.
қандай күшті. Ал жоғары ше, осылай, ой, мен қайда бара жатырмын, көпірге ме? Ай, сенің ме, Құлтемір-ай, тоқтасаңшы, тоқта! Жерім кетті. Тағы бір рет. Ай, қайкен, жылдам жүрме. Абайла, қане, тоқта, қайда бара жатырсың? Ай, басым айналып кетті ғой, қайда бара жатырсың? Ай. Сонымен, мынау солға, мынау мен оңға, мынау жоғары, мынау төмен қарай, түсінікті? Ал тағы не қалды? Қару. Сонда қару қайда? Ой. Құйрығым-ай. Бәрі түсінікті. Айда, кеттік. Содан әлгілер қайда кетті екен? Аха, әне тар, қазір сен соққан балықтайлар мынау. Тиді. Жоқ, тиген жоқ. Бұл не пәле, қорған сауыты? Құтылдым-ау әйтеуір. Мысыққа көмектесу керек. Қалайша? Қалай. Сен керемет күн. Кеше келдім. Түнде жүруге ернемін. Түнде осында болдым. Бірақ кететін уақыт болды. Сосын жолға шықтым. Мейлі маған бәрібір. Ең керемет күн. Кеше келдім. Ең керемет күн, кеше келдім. Түнде жүруге ернемін. Түнімен осында болдым. Бірақ кететін уақыт болды. Сосын жолға шықтым. Мейлі маған бәрібір. Ең керемет күн. Кеше келдім. Түнде жүруге ернемін. Түнімен осында болдым. Бірақ кететін уақыт болды. Сосын жолға шықтым. Мейлі маған бәрібір. Үрейлердің күшті бәлем. Болды қазір. Тағы құлатамын біттім дей бердіңдер. Қазір көресінді көрсетем. Ең керемет күн. Кеше келдім.
Түнде жүруге ерінемін, күнімен осында болдым. Бірақ кететін уақыт болды, сосын жолға шықтым. Мейлі, маған бәрібір. Зауытта жоғалды. Алакай! Талай жыл бұрын біздікілер сендердің ғаламшарларыңа келіп, энергия көзін қалдырып кеткен. Меніңше ата-бабаларың мұны жасырып қойған сияқты. Ал сендер оны тауып алдыңдар. Сосын бұл ғарышқа сигнал жіберді. Біз ғаламшарларының қасынан өтіп бара жатып сигналды қабылдадық. Бірақ шиқылдақтар пом-пом бізге тиісті. Ал сендер көмектестіңдер. Сендер біздің мәңгілік досымызсыңдар. Макс, сен батырсың. Супер мысық. Батыр, батыр, батыр. Айды аспанға бірақ шығардың. Менің араларым гүлдеп ерлігіңді бүкіл орманға дәріптей. Мен сенің ерлігіңді Үндістанға жаямын. Сен жайлы африкалықтарда естиді. Антарктидада естиді. Біз үш арқар шоқ жұлдызына барған соң, сені әбден мақтаймыз. Сен бүкіл галактикадағы ең әйгілі мысық боласың. Және 18.000 ғаламдағы. Рахмет, достар. Мен бар болғаны сендерді құтқарғым келді. Ал әйгілі болу қайда қашар дейсің? Одан да маңызды нәрселер бар ғой. Саған не керек? Бұл қайғылығың? Келе ғай. Ал енді кететін уақыт болды. Қайда тарттыңдар? Үйлеріне ме? Я, бірақ әуелі біз шиқылдақтарды ғарыштық зообаққа апаруымыз керек. Ештеңені ұмытып кетпе, бауырым. О жағынан саспа. О, қараш, қараш. Қараш. Жолымыз болды деген осы. Қарашы. Сонымен торға қамалған кім, Жымиямыз қанекей. Бұл не, бауырым? Білмем. Ұшып бара жатқан сияқтымыз ғой. Ал жарайды. Мен де үйге қайтуым керек. Көріскенше. Осында ертең соғам. Жарай ма? Қажеті жоқ сияқты. Келем дейді ғой тағы. Сонда не істейді? Үй салама не? Сенің ойыңша олар осында қайтадан орала ма? Кім білсін? Келсе жақсы болар еді. Келеді ғой. Келмей қайда барады дейсің.
Оларға ағаш кесуді менен басқа кім үйретеді? Біздегі сияқты еш жерде ағаш қимайды ғой. Әңгіме осылай аяқталды. Бірақ алда мысық пен құндызды шытырманның көкесі күтіп тұр. Сіздерге не болғанын айтып бересіздер ме? Қалай десем екен, әуелі бізді өзге ғаламшарлықтар ұрлап әкетті. Бастары мынада екен. Иә, дұрыс айтады. Олар бізге тәжірибе жасамақшы болды. Иә, сөйтті. Сіздер бұған біреу сенеттеп тұрсыздар ма? Во, абитуба, пум!